Қазіргі таңда оңтүстік өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімдері мен бөлімшелерінде жауынгерлік дайындықтың жоспарына сәйкес бөлімше есептеу экипаждарының жауынгерлік атыс жаттығулары өтіп жатыр. Бөлімшелердің дайындықтарының мақсаты бөлімше командирінің ұрысты тиімді ұйымдастыру, әскери қызметшілердің жеке дайындығының деңгейін, бөлімшелердің іс-қимылдарының үйлесімділігін, белгісіз жағдайларда дұрыс шешім қабылдау, бағынысты атыс құралдарын сауатты қолдану шеберлігін бағалауға мүмкіндік береді. Бөлімшелерді дайындауға қойылатын қазіргі заманауи талаптар бөлімшелердің жоғарғы деңгейдегі кәсібилігі, бөлімше командирлерінің жеке құрамды ұрыс жағдайында дұрыс басқаруы, практикалық ойлаудағы және жеке құрамның қазіргі заманауи жалпы әскери ұрыстың күрделі, тез өзгеретін жағдайында тиімді әрекет ету қабілеттілігін арттырады. Осындай сабақтарды өткізу тұрақты практикалық дағдыларды қалыптастыруға, басқару жүйесін жетілдіруге және әскери тәртібін нығайтуға ықпал етеді.